Армағайын, қайырлы таң. Қазақ елі күліп оян Алматы жұлдызды жаңалық айдарының бүгінгі шығарылымында қазақ қыздарының керемет төрттігі деп айтсақ болады, кешью тобы. Армысыздар қыздар, біздің жұлдызды жаңалық айдарына қош келдіңіздер. Біздің арнаның көрермендері сіздердің өмірлеріңіздегі, өнерлеріңіздегі жаңалықтарды білуге асығып отқандығы әбден мүмкін. Сондықтан қандай жаңалық болып жатыр кешьюда? Жаңадан бейне баян шығардық, неге деген әнге. Кешью тобының ең соңғы жаңалығы неге әніне түсірілген клип осы. Отандық арналарда бірнеше күннен бері көрсетіліп жатыр. Әрдайым жаңалыққа жаны құмар кешью тобы жақын арада тағы да тыңдармандарын қуантпақ ниетте. Алда тағы да бір лирикалық ән болып қалуы мүмкін, бір фильмге саундтрек. Соны өзіміз күтіп жүрміз. Үздік қыздар тобының осы жолғы құрамы өзгеше, ерекше. Топ құрамы 4 қыздан тұрады. Бір күннен сіңісіп кеттік деп ойлаймыз, өйткені бір-бірімізді бұрыннан танымаймыз. Осы кешью тобына, осы составқа келгеніме қуаныштымын. Жаңа құрамның тұсауы кесілгелі бері 6 ай уақыт өте шықты. Бұл күнде қыздар бір-біріне үйренісіп, бір үйдің қызындай болып кеткен. Әрине, қыздармен жұмыс істеу оңай емес деп айтып жатады ғой. Енді ол әркім өзіне байланысты. Дегенмен біз қыздармен бір-бірімізге үйреніп қалдық. Алдыңғы құрамда да Құдай сақтасын, енді ондай қыздардың арасында жан-жағы ондай жұлысу ондай жоқ. Үйреніс болады, өйткені біз кешью тобында жұмыс өте көп. Бірге болатын сәттер өте көп. Жаңа кешьюдің ән қоржынында қанша ән бар, бірге саналық. Қалай ғана, Ғажап ертегі, аралдан ұшқанақ болар, неге, тағы не. Айта бересің. Өзбекше ән бар. Ойжан. Енді концерттердің арқасында репертуар жинап алдық. Жақсы әндерін жақсы концерт. Сонымен қанша болды? 6 болды ма? 7 болды. Сосын тағы не бар? Деп па. Өзбекшеден кейін сол бір 5-6 ән. Қытайша ән. Қытайша ән де бар. Қытайша деме, ол қандай ән болды екен? Естімеген елде көп. Гонши, гонши, 중고년 우가방등 샤오카예恭喜恭喜中国年46成片欢乐欢乐中国年欢乐双手日成片欢乐欢乐中国年红红红红到永远 Бұл ән кешью тобына қайдан тап болып жүр? Басқа емес, неге Қытай тілінде ән жазылды? Ол жайда қыздар бұлай деп түсіндірді. Қытай халқы бізді осы жаңа жылында концертке шақырған болатын. Сол жақта үйреніп келген әніміз. Қазақ эстрадасындағы үздік қыздар тобы деген атқа лайық кешью қыздары, қазақ қыздары деп ән шырқап көрермендерге сәлем жолдады. Қазақ қыздары бірге, мен қосып, сен қосып, әсем нәуінге. Қазақтың қыздары бүкіл әлемде, ең сұлу екенін сен де дәлелде. Уәридай, дәридай, уйде, қазақ қыздары